Педагогтарды аттестациялау үшін оқу ағарту министрлігі берген эсселер тізімі бойынша эссе жазу челленджін бастатамын. Оған міне Жамбыл Абаев атамыздың ескерткіші куә болсын. Бүгінгі видеомда 7-ші номерлі жаңа формациядағы бала бақша және менің көзқарасым деген эссе. Эссенің толық нұсқасы YouTube каналымда. Жаңа формациядағы балабақша менің көзқарасым тақырыбында жазылған эссе. Мен балабақша тәрбиешісі ретінде соңғы бірнеше жылда бақшамызда таңғажайып өзгерістер болғанын байқадым. Осы эссемде жаңа балабақшаны жарқын жанды және ерекше ететін жаңа жүйелер жайлы өз көзқарасымды білдіргім келеді. Жаңа формациядағы балабақша менің көзқарастарым тақырыбына эссе. Мен балабақша тәрбиешісі ретінде соңғы бірнеше жылда бақшамызда таңғажайып өзгерістер болғанын байқадым. Осы эссемде жаңа балабақшаны жарқын жанды және ерекше ететін жаңа жүйелер жайлы өз көзқарасымды білдіргім келеді. Біріншіден, технология білім мен тәрбие саласын шынымен өзгертті. Балабақшада бұрын сөрелерде көп болса суретті кітаптар тұратын, ал қазір балабақшадан интерактивті ойыншықтар, планшеттер және әртүрлі гаджеттерді көруге болады. Бұл құралдарды балалар жақсы көреді, әрі қызыға қарайды. Интерактивті құралдар арқылы балаға күн жүйесі туралы бейнероликтер көрсете аламыз. Қарапайым математикалық амалдар мен әріптерді үйрететін ойындар ойнай аламыз. Тіпті хайуанаттар бағы немесе мұражай сияқты жерлерге виртуалды саяхат жасай аламыз. Балалар оны жақсы көреді және бұл оларға күрделі ұғымдарды қызықты түрде түсінуге көмектеседі. Екіншіден, балабақшаларда тек техника ғана емес, сондай-ақ қазір әлеуметтік эмоционалды оқытуға үлкен көңіл бөлінуде. Біз балаларға олардың эмоцияларын түсінуге және басқаруға, эмпатияны дамытуға және құрдастармен жақсы қарым-қатынас орнатуға көп мән береміз. Мен өз тәжірибемде балалар өз ойын жеткізе алатын болса, олар көңілді және не нәрсені болса да үйренуге құштар болатынын байқадым. Жаңа форматтағы балабақшаның тағы бір тамаша қыры оның инклюзивтілік және жан-жақтылыққа бағытталғандығы. Біз әр баланың ерекше ортасы мен қабілеттерін атап өтеміз, барлығына қолайлы орта жасаймыз. Баланың ерекшеліктеріне орай біз сараланған материалдар мен барлық бала қатыса алатын іс-шараларды ұйымдастырамыз. Бізде әр бала өзін ерекше қадірлейтінін түсінеді және айналасы жақсы көретінін сезінеді. Сондай-ақ топтағы барлық бала басқаларға эмпатия мен құрметтеуді үйренеді. Бала тәрбиесіндегі отбасының рөлі өте маңызды. Ата-аналармен бірлесіп жұмыс жасай отырып, біз әрбір балаға мектепте де, үйде де қажетті қолдау көрсетеміз. Қорыта айтқанда, жаңа жүйедегі балабақша бұл технология, ойын және эмоционалды өсу арқылы біріктірілген қызықты, жанды, жарқын жайлы орын. Балабақша балаларға қамқор және мейірімге толы қарым-қатынас көрсетілетін жер. Ұстаз ретінде бүлдіршіндердің осы ортада өсіп жатқанын көру мен үшін бақыт. Олар мектепке баруға дайын және білімге құштар, көңілді жаңа достар табуға ынталы. Жаңа балабақша өмір бойы оқуға деген сүйіспеншілікке жол ашады және осы ғажап әлемнің бір бөлігі болғаныма өзімді бақытты сезінемін. Жаңа формациядағы балабақша және менің көзқарасым деген эсседе негізгі тезис мынау болады. Жаңа формациядағы балабақша, яғни формация деген бұл жерде жаңа жүйе, жаңа форматтағы балабақша. Қазіргі кезде балабақшалардың қалай болу керек деген сұрақтарға өзіңнің білетініңді жазу ғой негізгі тезис. Осы жерде 3 аргумент жазам. Мен үлгі эсседе біріншісі әлемдегі музейлердің виртуалды көрінісін көрсетуге болады. Мысалға, мына жерде Жамбыл атамыздың музейі. Әлемдің кез келген жеріндегі музейлерді виртуалды көрінісін технологияның жетістіктерін пайдаланып көрсетуге болады. Мысалы, осыны балабақшада қолданылатын технология ретінде жаңағы жазған эсседе аргумент ретінде мысал келтіріп жазуға болады.